халықтың мұң-мұқтажы тыңдалып, сұрақтарына жауап берілді. Облыстық кітапханада Петропавл қаласының әкімі Серік Мұхамедиев тұрғындармен кездесті. Алдымен шаһар басшысы мінберге шығып, ағымдағы жылы атқарылған жұмыстарды баяндады. Биыл Петропавлға 55 миллиард теңгеге жуық инвестиция тартылған. Бұл көрсеткішті жыл соңына дейін 259 миллиард теңгеге жеткізу жоспарланып отыр. Серік Мақсұтұлының сөзінше, жарты жылдың ішінде облыс орталығында 25 мың шаршы метрден астам тұрғын үй қолданысқа берілген. Бұл былтырғы жылға қарағанда әлде қайда көп. 2026 жылдың 5 айының қорытындысы бойынша қалалық бюджет көлемі 114,9 миллиард теңгені құрайды, оның 87,5 миллиард теңгесі бекітілді. Негізгі көрсеткіштер 2026 жылғы қаңтар-мамыр айларында өнеркәсіп өндірісінің көлемі 287,5 миллиард теңгені құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 35,4%-ға артты. Бөлшек сауда көлемі 131,4 миллиард теңгені құрады, өсім 23,8%. 26 жылға арналған жоспар 323 миллиард теңгені құрады. Биыл қалада жалпы ұзындығы 26 шақырымды құрайтын 32 көшенің жолы жөндеу көреді. Маңызды іске 3 миллиард 300 миллион теңге бағытталды. Сонымен қатар, ағымдағы жылы шаһарда 80 көпқабатты баспананың ауласы жаңартылмақ. Қала әкіміне алғаш болып сұрақ қойғандардың арасында 85 жастағы Екатерина Елина болды. Кейуана Парк көшесі 117 мекенжайында орналасқан көпқабатты үйде тұрады. Баспана 1976 жылы қолданысқа берілген. Кейуананың сөзінше, қазіргі таңда үйдің шатырынан су ағады. Жоғары қабатта тұратын жандар үшін бұл мәселе бас қайғыға айналған. Запросили 20 миллионов. Шатыр орнататын компания өкілдерімен сөйлестік. Олар бізден 20 миллион теңге сұрап отыр. Аталған қаражатты жинауға шамамыз жетпейді. Әкімдік тарапынан қандай да бір көмек көрсетілсе екен деймін. Бүгін түстен кейін әкімдікке келіп, тұрғын үй инспекциясына өтініш қалдырыңыз. Ондағы мамандар мәселені жіті қарайды. Шығынды толық өтейміз деп уәде бере алмаймын, бірақ өз тарапымыздан қолдан келген көмекті аямаймыз. Елмира Қалижанова Жабаев көшесі 167 мекенжайында орналасқан көп қабатты үйде тұрады. Нәзік жандының сөзінше, баспана алдындағы аула сұрықсыз күйде, балалардың ойнауына еш жағдай жасалмаған. Балалар үйдің алдындағы аулада ойнаса жарақат алып қалама деп қорқамын. Сондықтан 500 метр ары орналасқан алаңға барады. Ол қыздарымыз көз алдымызда жүрмегесін уайымдаймыз. Осы мәселені шешсеңіздер екен деймін. Серік Мақсұтұлы мәселе шешілуі үшін көп қабатты үйде тұратын баспана иелерінің барлығы әкімдікке өтініш жазуы қажеттігін айтты. Мәселе тамыз-қыркүйек айларында өз шешімін табатынын жеткізді. Айта кету керек, бұл күні шаһар басшысына 50-ге жуық адам өз сұрағын қойды. Нұрасыл Ержанұлы, Жеңіс Ережеп, МТРК.